Мен осы тоже өздерің сияқты ауылдан шыққан ауылдың баласымын, қарапайым. Кезінде Астанаға студент болып келген болатынбыз. Осы жақта оқып бастап студенттік кезде ақша табудың жолдарын қарастырып, көптеген нишалардың бәрін істеп жүрген болатынбыз. Ең алғаш мен ауылда бастаған болатынмын. Сетевойға да кіріп көрдік, сетевойда істедік біраз уақыт. Одан осы жаққа универға келіп СМН-да бастап көрдік. Одан кейін бізде мебель саласында біраз істеп жүрдік те. Жеке производство жіберейік деп ой келді. Сол кезде бізге Кабура деген болатын, андай Кабура деген, соны кидірткен болатынбыз. Соны сатып, оны Каспий Вайлберста жібергенбіз сатып. И одан кейін ол кішкене партнермен проблемалар туындап тоқтады ол жұмыс. Артынан барып бізде жеке өзім сезонный бизнес бастағам, шоколадный букеты деген. И одан кейін бастап сол шоколадный букет ол сезондық бизнес болғаннан кейін, одан кейін субарендамен айналыстық. Субарендада бізде активно қазіргі уақытта жұмыс істеп тұр. Қазіргі уақытта 5 квартира бар, өзімен өзі стабильно жұмыс жасап жатыр. Субаренданың арасында бізде арбитражға кіріскен болатынбыз. Арбитраж бүкіл нишаны көргенбіз. Арбитражбен айналысып жүріп, арбитражда біраз табыс таптық. И осы нишалардың бәрінде айналысып жүргенде әрқашанда бір ой болатын. Осы нишаның бәрінде тұрақтылық жоқтан андай бірдеңке обязательно жұмыс жасау керексің. Сені тоқтап қалсаң, ақша да тоқтап қалып тұрған болатын. И әрқашан ішімде бір ой болатын. Қалай пассив түрде менің қатысуымсыз бір инструмент тауып алсам болады деген секілді. Менің қатысуымсыз ақша келіп тұратын, күнделікті немесе депозитімді көбейтіп отыратын деген секілді. Соның арқасында, сол ізденістің арқасында осыдан 1 жыл бұрын мен трейдинг робот тауып алған болатын. Сол роботпен қазір табыс тауып отырмын. Қосымша дегенде основной табысым сол болып кетті қазір.